Баршаңызға сәлем. Бүгін трендке айналған торттардың бірі санмен торт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, қажет қоспаларды описаниеге жазып қалдырамын. Бізге осындай өзімізге керек цифраның шаблоны қажет болады. Алдымен бөлме температурасындағы сары майға жұмыртқа, шекер және де бал қосып миксерлеп аламыз. Сосын оны су моншасында ерітеміз. Ерігенше қозғап тұрамыз. Содан соң сүтімізді құйып, массамызды ысығанша күтеміз. Енді соданы уксусқа ерітіп, массамызға қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай ақ көбік болады. Содан соң ұн қосып араластырып, қамыр пайда болған соң, тоңазытқышқа қатайғанша 2-3 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, формасын жақсы ұстайтындай болуы керек. Оны 3 бөлікке бөлеміз. Егер 4 корж жасағыларыңыз келсе, 4 бөлікке бөлсеңіздер болады. Пергамент қағазына кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Сосын бетіне ұн себелеп, шаблонды қойып, сонымен бірдей етіп, пышақпен қамырымызды кесіп аламыз. Содан соң шаншқымен қамырымызды тесіп шығамыз. 200 градуста 5 минуттан корждарымызды пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайық. Салқын кілегейді аздап қоюланғанша миксерлеп, қант ұнтағын қосып араластырамыз. Содан соң сүзбелі сырымызды қосып, қою крем пайда болғанша жақсылап миксерлейміз. Креміміз дайын, оны кондитер қапшығына салып аламыз. Суыған коржымыздың бетіне шарик секілді етіп, кремімізді құйып шығамыз. Мен насадка қолданған жоқпын. Осы әрекетті қайталай отырып, тортымызды жинаймыз. Бетіне де крем құйып болған соң, қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен шие мен кивиді қолданамын. Және де жаңа қамырды кескен кезде артылған қамырдан печенье жасаған болатынмын. Оны да әрлеуге қолдансаңыздар болады. Содан соң тортымызды кемінде 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Сонда кремі сіңіп, корждарымыз одан сайын дәмді әрі жұмсақ болады. Тортымыз дайын, керемет дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Және менің рецептілерімді достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.